Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Жұмыртқаны күнде жейсіз бе? Жұмыртқаның адам ағзасына қандай пайдасы бар? Қандай жұмыртқа ең пайдалы? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екені бұрыннан ақ белгілі. Жұмыртқаны қайнатып немесе қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендерге толтыруға болады. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен және тағы да басқа элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәруменінен бастап бас-аяғы 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар. Ал майлылығы небәрі 10% қана. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпта сақтап тұрғанға болады. Бастың, ми жүйесінің байланысын зерттейтін фосфолипидтер холиндерден тұрады. Дәл осы дәруменнің ми құрылысына маңызды екені ғылыми дәлелденген. Адам күніне 2 жұмыртқа жегенде осы элемент толықтырылып отырады. Жаңа зерттеулерге сәйкес, жұмыртқада лютеиннің көптігі анықталған, ол көздің көруін жақсартады. Жұмыртқаның құрамындағы D витамині адамның сүйегін қатайтып, тістің мықтылығын сақтайды. Жұмыртқаның құрамында омега-3 қышқылы бар, ол жүрек, қан тамырлар ауруларының алдын алады. Сонымен қатар жұмыртқаны тұтынғанда ескеретін бірнеше дүние бар. Ең бастысы, жұмыртқаны шикідей жемеген дұрыс. Жоғары температурада қайнаған жұмыртқада бактериялар жойылады. Егер де шикі жұмыртқаны тұтынсаңыз, адам ішегіне зиянды ішек инфекцияларын тудыруы мүмкін. Олардың ең жиі кездесетін ішек инфекциясы сальмонеллез. Сондықтан жұмыртқаны дұрыстап пісіріп жеу керек. Күнде жұмыртқа тұтынудың қандай пайдасы барын білдіңіздер. Егер де видео сізге пайдалы болса, лайк басып өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Және де алда шығатын пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.